хадис түрінде жауап берейінші бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өте бір әйдік бір хадис келген, керемет хадис келген. Бұлай деп айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Күндердің күні келіп, Константинополь фатх болады дейді. Фатх дегеніміз құлайды деген сөз. Сосын не дейді? Сол Константинопольді фатх қылған қолбасшы қандай тамаша қолбасшы. Соны фатх қылған әскер қандай тамаша әскер дейді. Дұрыс па? Бұл машхур хадис. Енді осы пайғамбардың уәдесі бойынша мен сол тамаша әмірші боламын, мен сол тамаша әскер боламын деп көптеген адамдар Константинопольдің түбінде жан тапсырды. 30 мыңның үстінде сахаба жатыр. Табанында Константинополь. Табиындарды айта алмайым, білмеймін. Біраз бар. Өте көп. Одан кейінгілер де өте көп. Әр жылдан жылға одан да көп әскер сол Константинопольдің табанында дүние салатын. Себебі пайғамбардың уәдесі бар еді. Ең тамаша қолбасшы сол деген. Сол мен болам деп уәдеге жетем деді. Кім жетті уәдеге бауырлар? Мұхаммад Фатих Сұлтан жетті. Ол кісі ақидасы матруди, мазхабы ханафи еді. Пайғамбарымыз бұл кісіні бөлген жоқ. Бұл кісінің қолына өзінің қолымен грамота бергендей айтып кетті. Қандай тамаша әмірші деді. Түсінесіздер ма? Пайғамбар оңай адамды мақтамайды. Пайғамбар егер өзінің жолынан шетке шыққан адамды үйтіп мақтайды деп айтыңызшы көрейік. Бір жерде мақтамайды дейді. Бәлки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімге мынау сол адам десе, сол адам уәделі адам. Қандай керемет бақыт десеңіз, сол бақытқа жету.